Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін жоғары дәрежелі теңдеу, соны шығарудың бір керемет бір тактикасымен бөлісіп өтейін деп отырмын. Енді біз бұл жерде математикалық анализден шамалы ақпарат беріп кетейін. Осы есептің негізгі идеясы, ключі соған байланысты. Енді fx функциясы және f от x функциясы туралы не білеміз? Күрделі функция туралы. Енді мысалы fx функциясы x квадрат минус 4x плюс 6 болатын болса, f от x функциясы қалай болады? x-тің орнына f от x-ті жазатын болсақ, бізде функциямыз мынандай форма өзгереді. f от x-тің квадраты минус 4 көбейткен f от x плюс 6. Немесе f от x-тің орнына біз x квадрат минус 4x плюс 6 деген өрнекті қоятын болсақ, бізде күрделі функциямыз, f от x функциямыз осы түрде болады. Енді бұл функциямен біздің теңдеуіміз ұқсас екенін қазір дәлелдейік. Және осындай бір тактиканы пайдаланайық. Мына жерде 4-ті жақша сыртына шығару үшін мен не істей алам? 16x минус x деп жазуыма болады. Және 18 дегенімізді 4-ті жақша сыртына шығаратын болсақ, 24 плюс 6 десек болады. Енді осындай жаздым. Және бұл жерде 4-ті жақша сыртына шығарайын, көбейткішке жіктейін. Сол кезде бізде теңдеуіміз осы түрге түрленеді. 4-ті жақша сыртына шығардық. Және x-ті кері таңбамен теңдіктің оң жағына өткіздім. Және мұна тұрған өрнекті байқасақ, ол біздегі күрделі функциямыз f от x функциямыз. Енді теоремаға қарайық. Теоремада керемет бір тактиканы айтып кеткен. f от x m жиынында анықталған өспелі функция болса, және осындай x сол жиында болатын болса, негізі f от x тең x теңдеуі fx тең x теңдеуімен мәндес болады дейді. Яғни бізде мысалы мынау бірінші функциямыз болса, екінші функциямыз болса, екінші функцияны x-ке теңестіріп отырмай, бірінші функцияны x-ке теңестіріп теңдікті орындап кетсек болады. Яғни бірінші функцияны қарастырып кете берсек болады. Мынаны бірінші функцияны қарастырып кете берсек болады. x квадрат минус 4x плюс 6 тең x деп. Яғни бізде функциямыз f от x тең x емес, біз f(x тең x) формасын мәндес теңдеумен ауыстырып кеттік. Енді x-ті кері таңбамен теңдіктің сол жағына өткіздім. Және бұл жерде көбейткішке жіктеу әдісімен орындайық. Қарапайым сандар, яғни 6 дегеніміз минус 2 мен минус 3-тің көбейтіндісі, және теңдеудің түбірлерін жазайын. x1 тең 3, x2 тең 2 деген осындай қарапайым тактика. Мына функцияның, берілген функцияның, біз зерттеген функцияның графигі 2 мен 3 деген жерде y өсімен қиылысып тұр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийда күтемін. Видеоны лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық. Рахмет.